Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында қазақ музыка өнерінің көрнекті өкілі академик Ахмет Жұбановтың 20 жылдығына арналған «Во имя музыка» атты концерт ұйымдастырылды. Мерекелік кеш аясында композитордың өмірі мен шығармашылық жолын, сондай-ақ ұлттық мәдениетке қосқан өлшеусіз үлесін таныстыратын арнайы көрме көпшілік назарына ұсынылды. Концертте филармонияның солистері, халықаралық байқаулардың лауреаттары және мемлекеттік наградалардың иегерлері өнер көрсетті. Көрермендер Ахмет және Ғазиза Жұбановтардың шығармаларын, қазақтың халық әндері мен күйлерін, сондай-ақ әлемдік классикалық музыканың таңдаулы туындыларын тыңдады. Айта кетейік, «Во имя музыка» концерті Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының мерейлі 90 концерттік маусымның қорытынды кеші болды. Ақтөбе қаласында оқушылар әлемге танымал әнші Димаш Құдайбергеннің бейнесін лего бөлшектерінен құрастырып, ерекше арт жоба ұсынды. Жас авторлардың еңбегіне өнер иесі ризашылығын білдіріп, алғыс айтты. Бұл туындыны Ақтөбедегі номер 82-ші жалпы білім беретін мектептің оқушылары әзірлеген. Шығармашылық жұмысқа барлығы шамамен 3000-ға жуық лего бөлшегі қолданылып, бір апта уақыт жұмсалған. Оқушылар дайын болған портретті халықаралық балалар күніне орай ұйымдастырылған. Балалық шақ бақыт мекені атты мерекелік іс-шарада көпшілік назарына ұсынылды. Көрме Ақтөбедегі өнер орталығында өткен. Жоба аясында жас өнерпаздардың еңбегін аймақ басшылығы да жоғары бағалап, олардың табандылығы мен қиялын ерекше атап өткен. Легодан құрастырылған бұл портрет шараның ең көз тартар экспонаттарының біріне айналып, көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Павлодар қаласындағы Бұқар Жырау атындағы әдеби және өнер музейінде қазақтың әйгілі әншісі Әміре Қашаубаевтың дауысы жазылған көне күйтабақ сақталып тұр. Құнды жәдігер музей қорындағы сирек экспонаттардың бірі саналады. Онда өткен ғасырдың алғашқы жартысында жазылған жазбалар арқылы Әміре Қашаубаевтың орындаушылық өнерін сыр шертетін үн мұралары сақталған. Мұндай дыбыстық жазбалар қазақ музыка тарихы үшін аса маңызды дереккөз болып есептеледі. Себебі олар арқылы сол кезеңдегі ән айту мәнері мен орындаушылық дәстүрді зерттеуге мүмкіндік туады. Айта кетейік, Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейі ұлттық мәдени мұраны сақтау бағытында түрлі сирек жәдігерлерді жинақтап, көпшілік назарына ұсынып келеді. Қырғызстан астанасы Бішкекте өткен халықаралық кинофестивальде қазақстандық «Қайтадан» фильмі Орталық Азия байқауына бас жүлдесін иеленді. Фестиваль аясында Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстан киногерлерінің туындылары қатысқан арнайы конкурс ұйымдастырылған. Сол байқаудың қорытындысы бойынша «Қайтадан» үздік фильм аталымында гран-при жеңімпазы атанды. Кино туынды соңғы жылдары көрермен көзайымына айналып, отандық киноиндустрияда айтарлықтай жетістікке жеткен жобалардың бірі ретінде бағаланып келеді. Бұған дейін фильм бірнеше халықаралық және отандық марапаттарда ие болған. Айта кетейік, фестиваль Орталық Азия елдері арасында кино байланысын нығайтып, жас режиссерлардың шығармашылығын қолдауға бағытталған маңызды мәдени алаң саналады.